Жаным ауыз ашып алдық қой. Рахмет жаным, күшті болды ауыз ашар. Енді ауыз ашқаннан кейін жанағы не істемедік па дегенім. Не ол, не істеу керек? Шаруа істеу керек па? Жоқ, жанағы қолыма оқтау ұстап тұрмын ғой міне. Намек беріп жанағы. Не қатын нан жаю керек па? Әкел, жайып тастайын нан. Жоқ, нан жайып керек емес. Мен жаңа бір кино көргем ғой. Наручники деген. 50 оттенков деген. Жақсы кино негізі. Наручник деген ана Джейсон Стэтхэм ойнайтын кино ғой, тақырбас. Балалар ұйықтап қалды сол жанағы. Бөлме бос тұр. Балалар ұйықтап қалды ма? Тамақ ішпеді ма қасқа балалар? Оятайын мен бар. Оятпа құрсын, оларды не істеп тұрсың сен? Нервіме тиіп тіпті. Мен ар жаққа барып душқа түсіп дайындала берейін ба? Қайға барамыз? Қонаққа барайын деп отырып па не? Бір жерге шақырып қойды ма? Жуынып алайын онда менде. Жоқ, қумаш құрсын, қаяққа барады, бармайды еш жаққа. Ауыз ашқаннан болады деді ғой. Ой, бля, болады дей ма не? Мен ұмытып кетіппін ғой. Болаттың үйіне барып қайтайын, көрші Болатты айтып отырсың ба сен? Кетші бар, құрып кетші бар. Сөзге түсінбеген тупой. Үсіп жынды оқып қалмасаң болмайды. Өзі әшейінде бермейді ол сұрағын. Шайға келіңдер. Мама, папаға пранк істейік. Не пранк? Дайын ба шайың? Ай! Шайдан алыңыз, отағасы. Шай. Алқаш ана қонаққа барған кезге ішіп отпа, нервіме тиіп. Нервіме тимеші, шешеңсің. Қашан ішемін мен қонаққа барғанда? Ішпеймін мен. Күнде ішесің сен. Күнде қашан деп айтпай қош, көке, айналайын. Басты кетірмей отыршы, ішпеймін дедім ба? Ішпеймін мен. Ама папа ішпесінші я. Шешеңді сыйлайын, бас аузың жапшы. Ішпеймін мен ешқандай арақ. Үйлерің жақсы алған екен, құрдас. Бәрі жақсы екен, молодец. Ішпейміз ба? Отыр, жындыма ішкенес. Бір рюмка ішем, жындыма, енді қонақ болғаннан кейін айтады ғой, ертең ішпеді деп. Жақсы кетті я мынау. Екіншісін құйшы құрды. Қоймай қой, оған құрсқа мас болып қалады ол. Отыршы, жындысың ба, ішпеші дедім ғой мен саған болды. Екі аяғың түгел болсын дейді, екі аяқтықын ішіп беру керек. Ренжейді ертең. Жүрсің ғой. Үш аяғың тең болсын деген жоқ шығар енді. Көтіңді қасы құрсын болды, за рулемсің. Сен басты кетірмей отшы, сен қатын. Басын кеге жүремін мына. Төртіншісін құйшы құрды. Алқашай. Сен қатын маған солай сөйлейін дегенсің ба? Сен қатын. 16. Осында қала берсін. Үйде концерт қояды, желание жоқ. Өзің ішкіздің ғой. Өзің жат әне, көтін ұстап сасаған. Не болды? Маған не сыйлайсың? Не сыйлаған несі? 8 наурыз ғой, ертең. Не болып 8 март болса? Біздің мейрамымыз шығар. Мейрам болса болды. Өзім сыйладым. Сорлысың ғой, сорлы. Осы ғой жылда айтатының. Тойдық қой саған. Көрем ғой ертең. Іздейм ғой. Нахұрыс подаркыма сондайларды іздейм ғой. Айбай, түсмай, шешеңнің. Сауап болды. Ал папа, үйге келесіз ба не? Болды папа. Жеге, батя келатыр, бля. Келе берем, ана үйге папаң не? Досым хозяйка болып келмейді ғой тебе. Білесіңдер ғой біздің батя по-братски. Жинап тыңдашы, жесе тықтыш, темекі алдарсқа бәрі. Шешең сайын бас бергеле. Ассалаумалейкум папа, қалайсыздар? Не квартирада тұрасыңдар, екі әріптің иісі сасып отыр. Ассалаумалейкум. Кім мынау шешең сыйлайындар? Папа, дос балам ғой мынау, Амоня, мынау Даник. Данигің дос балаңа ұқсайды. Амоняң шешең сай дос балаңыз батяға ұқсап тұр ғой. Оппана, не мынау, шегіп жүрсіңдер ма не? Жоқ, папа, біздікі емес ол. Даник, сен папаң келді ғой да кеше де. Соңғы ғой да, сол папасын. Үй жинамайсыңдар ма шешең сай? Не мынау шашылат үйдің бәрі? А что, туалеттерінде влажный салфетка жатыр ма? Айтыңдаршы, қыз алып келесіңдер ғой, по-любому, Жоқ, вообще қызға келмейміз. Қызын сөзбейміз вообще. Өтірік айтпашы, түрің айтып тұр ғой, жылан екеніңді. Жақсы, папа, онда давайте жолыңыз болсын. Давай, бала, нормально жүріңдер. Не дауыс шығып жатыр, что-то? Жоқ, папа, кірмей ақ қойыңыз ол жақта. Өтірік айтпа, шешең саған қыз бар ғой мына үйде. Ештеңе түсіндірмей ақ қойыңдар, түсініп тұрмын ғой мен. Нәйсі жүр, Даник деген бала ұнап тұрады, жүр, келе. Папа, не болып қалды? Осы құлағы емдейтіндер не дейтін еді? Лор. Сор. Айуан. Сауап өзіңе де. Айбай. Шай қойын ба, шай ішесіңдер ма? Не болған мына балаға? Мен ештеңе жоқ мен. Құлағым естімей қалды. Ойбай, масқара мынау. Құлақ шекеден дейді ғой. Папаң ұрды ма? Ұрдым. Өзімнен де бар, өзімнен де. Не деді ол саған? Мынау құлақ емдейтіндер не дейтін еді? Лор.
Сор. Құлағың естімей отса бар ғой. Мен как раз мынау Оталайф дейтінді алып қойдым. Құлақтың шумы, бастың ауруы, құлақтың кәдімгі қан айналымы жақсарып, стресстен құтылып, рахаттанып қаласың. Күшті ғой. Мә, ішіп ал. Сенің де құлағың ауырып отыр ма? Не қыламын мен? Тіс керек маған, тіс. Сауап. Сквозняк болып тұр ма? Сквозняк.